Қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін Тіленші Антон мәтініне талдау жасаймыз. Бұл мәтін Ыбырай Алтынсаринның аудармасынан алынған мәтін. Тіленші Антон. Алдымен мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бірінші сұрақ. Мәтін мазмұнының ой реттілігі. Яғни мәтіннің мазмұнында бірінші не туралы айтылған? Яғни рет-ретімен қазір мәтіннің мазмұнына сүйене отырып табамыз. Екінші сұрақ. Антонның өзгеруіне себеп болған жағдай. Үшінші. Бейтаныс адамның ақылына кейінгі сәттегі Антонның әрекеті. Төртінші. Мәтіндегі негізгі ой түйін. Бесінші. Әңгіменің түйініне сәйкес келетін мақал мәтел. Енді осы сұрақтарға жауап беру үшін мәтіннің мазмұнымен танысамыз. Видеоны тоқтатып қойып, мәтінді асықпай оқып шығыңыздар. Мәтіннің мазмұнымен танысып болсаңыздар, мәтіннің сұрақтарына көшейік. Мәтін өздеріңізге таныс Ыбырай Алтынсаринның аудармаларынан алынған. Мектеп оқулығында да бұл мәтін бар, демек мазмұны сіздерге бұрыннан таныс деп ойлаймын. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, мәтін мазмұнының ой реттілігі. Ол үшін мәтінге назар аударамыз. Бірінші, мәтінде бізде ең бірінші не туралы айтылған? Одан бастаймыз. Міне мәтіннің мазмұнына үңілсек, ең бірінші қайыршы бала туралы айтылған. Антон деген, алдымыздан Антон деген бала шығып, бізден қайыр сұрады дейді. Басында бірінші осыдан басталады екен. Мәтіннің негізгі мазмұны осыдан басталады. Енді ары қарай екінші, енді бұл жерде 4 деген, міне 4 қайыршы бала деген, бұл 4-ші болып тұр екен, міне қайыршы бала. Демек бұл ең бірінші мәтіннің басында осы қайыршы бала туралы айтылған. Бұны біз қазір бірінші ойдың ретілігі бойынша бірдеп белгілейміз. Яғни 4, міне мына жерде 4 тұр, және мына жерде 4 тұр. Енді осының В болмасы С нұсқасы. Енді ары қарай мәтіннің мазмұнына үңіліп, үшінші күтпеген кездесу ме, немесе серігімнің кеңесі ме, сол туралы айтайық. Қайыршы балаға, міне қасымдағы кісі тоқтап, Антонның бетіне қарап тұрып, былай деп кеңес береді. Сен қарағанда еп-естік кісі секілді көрінесің. Жұмыс істеуге қуатың да бар. Бай болғың келсе, мен саған бір ақыл айтайын дейді. Демек, екінші кеңес туралы айтылған екен. Екінші ой Антонға берген кеңес. Демек, бұл жерде енді қарасақ, Антон серігімнің кеңесі бұл 1. Демек, бұл екінші айтылып тұр. Міне С нұсқасы. Енді ары қарай өзде түсінікті жағдай. Одан кейін жаңа мәтіннің мазмұнын қарадыңыздар. Одан кейін Антонның қабылдаған шешімі. Міне екінші. Одан кейін бірнеше жылдан кейін қайтадан күтпеген кездесу 3. Демек, С нұсқасы екен. Сонда мәтіннің мазмұнында бірінші қайыршы бала туралы айтылады. Екінші, серігінің кеңесі туралы айтылады. Үшінші, Антонның шешімі сол кеңестен кейінгі шығарған. Төртінші, біраз жылдан кейінгі қайтадан кездесу туралы айтылады екен. Демек, С нұсқасы. Енді келесі сұрақ. Бойынша біз С нұсқасын белгіледік. С нұсқасы. Қазір тағы белгілеп жіберейік.
Екінші сұрақ. Антонның өзгеруіне себеп болған жағдай. Енді мына азат жолға назар аударайық. Бұлай деп кеңес беріп еді. Сен қарауға еп-есі кісі секілді көрінесің. Жұмыс істеуге де қуатың бардай көрінеді. Бұл серігінің кеңесі Антонға беріп жатырған. Сөйте тұрып, мұндай жаман, яғни қайыр сұрау, жаман іспен өзіңді кемшілікке салып жүрсің. Егер бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын. Мен өзім де сендей кедей едім, бірақ сендей тіленшілік қылғаным жоқ. Елден қала-қаладан қыдырып жүріп, әуелі боқтық арасынан, не болмаса жай кісілерден ескі шүберек сұрап жиып жүрдім. Ол шүберектерді апарып қағаз істейтін фабрикаларға сатып, онымен азды көпті ақша болған соң бір есек, бір арба алдым. Онан соң әуелі аздап, бара-бара көбірек әр үйден ескі құсқы, тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып алып, арбамен жүріп сауда ете бастадым. Осындай іспен 7 жылда 10.000 франк ақша тауып, енді бір қағаз фабрикасына кірістім дейді. Осындай ақылды естігеннен кейін Антон ойланып тұрып қалды. Яғни Антонның өзгеруіне себеп болған жағдай бұл жерде. Ең бірінші Антонның жолаушының жоқшылық өзгеруіне себеп болған жағдай бұл жолаушының ақылы. Үшінші сұрақ. Бейтаныс адамның ақылынан кейінгі сәттегі Антонның әрекеті. Антонға ақыл айтқаннан кейін Антон не істеді? Жаңа екінші сұрақты айттық. Бейтаныс кісі Антонға ақыл айтты. Антон сол ақыл тыңдағаннан кейін ол өзі өзгергісі келді. Үшінші сұрақ. Бейтаныс адамның ақылынан кейінгі сәттегі Антонның әрекеті. Енді Антон сол кезде Антон дейді, бұл сөздерді былай деп айтты. Сен бос жүруге, еріншектікке, қиналмай мал табуға сені үйретпедім. Осы айтқандарымды орындап, машықтанудан қашпасаң, сенде бай боласың, Антон деді. Яғни бұл ақылы. Жаңағы кісінің айтқан. Мен де сен сияқты шүберектер жинап саттым. Енді міне 2 фабрикам бар. Фабрикамды балама бердім. Баламда аштық көре қалмас деген үмітім бар. Себебі баламды да жасынан бос жүруге, еріншектікке, қиналмай мал табуға үйретпедім дейді. Енді сен де осы айтқандарын орындап машықтанудан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон деді де жүріп кетті. Осы ақылды тыңдағаннан кейін Антонның іс әрекеті, бейтаныс адамның ақылынан кейінгі Антонның іс әрекеті, бұл сөздерде ақылды естігеннен кейін Антон терең ойға қалып, қайыр сұрауын ұмытып тұрып қалды. Міне, демек, терең ойға қалып, қайыр сұрауды ұмытып тұрып қалды дейді. Себебі бейтаныс кісінің ақылынан кейін ол ойға қалды. Төртінші. Мәтіндегі негізгі ой түйін. Оны мәтіннің ең соңынан қараймыз. Соңғы азат жолдан, яғни мәтіннің негізгі түйінін ең соңынан қараймыз. «Я», деді ол. «Мен сондағы көрген тіленші Антонның өзімін. Сол жүргеніңіздегі бірге келген, қасыңыздағы бірге жолыққан кісінің айтқандары көңіліме жағып, тіленшілікті тастап, жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма күтімді болдым. Ақырында сол бейтаныс кісінің айтқанымен жүріп, міне, осы үлкен дүкеннің иесі болдым, дейді Антон. Демек, ең соңында мәтінде негізгі түйінді ой, бұл жерде еңбек арқылы мақсатқа жетуге болады. Міне,
Осы еңбектеніп, ең соңында дүкеннің иесі болдым, дейді Антон. Еңбектеген адам мақсатына жетеді. 5-ші сұрақ. Әңгіменің түйініне сәйкес мақал мәтел. Міне, әңгіменің түйіні: егер бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын, деген болатын бейтаныс кісі. Мен өзім де сендей кедей едім, бірақ сендей тіленшілік қылғаным жоқ. Елден, қала-қаладан қыдырып жүріп, әуелі боқтық арасынан, не болмаса жай кісілерден ескі шүберек сұрап жиып жүрдім. Ол шүберектерді апарып, қағаз істейтін фабрикаларға сатып, онымен азды көпті ақша болған соң, бір есек, бір арба алдым. Мұнан соң әуелі аздап, бара-бара көбірек әр үйден ескі-құсқы тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып алып, арбамен жүріп сауда ете бастадым. Осындай іспен 7 жылда 10.000 франк ақша тауып, енді бір қағаз фабрикасына кірістім, дейді. Демек, сен де осылай етіп кіріссең, сен де бір нәтижеге жетесің, дейді. Міне, демек, бейтаныс кісінің айтқан ақылын Антон тыңдап, өзі де тіленшілікті тастап, жұмысқа кірісті. Ісіне нық, малына күтімді болды. Ақырында сол бейтаныс кісінің айтқанымен жүріп, үлкен дүкеннің иесі болды. Демек, әңгіменің түйініне сәйкес келетін мақал: кедейлік кетсін десең, еңбек ет. В нұсқасы екен. Демек, барлық сұрақтарға жауап бердік. Барлық сұрақтардың жауабы мәтіннің мазмұнынан таптық. Бірінші сұрақта ойдың реттілігін реттедік. Екінші сұрақта біз Антонның өзгеруіне себеп болған жағдайды анықтадық. Үшінші сұрақта бейтаныс адамның ақылынан кейінгі Антонның әрекетін таптық. Мәтіндегі негізгі ойды анықтадық. Мәтіннің соңғы азат жолы арқылы біз мәтіндегі негізгі ой түйінді анықтадық. Және мәтіннің түйініне сәйкес келетін мақал мәтелді біз таптық. Демек, тағы да айтамын, барлық сұрақтардың жауабы мәтіннің мазмұнында тұр. Мәтінге сұрақтарға жауап беру кезінде мәтіннің мазмұнын ауытқымай, тек мәтіннің мазмұны арқылы жауап береміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Менің арнама тіркеле отырыңыздар.